Қазақстан жастарының көпшілігі ішімдік, темекі және тағы басқа да жағымсыз іс-әрекеттерге, сондай-ақ түнгі клубтардың айналасын жағаласа. Қару-жарақ қолдану арқылы бір-біріне әлімжеттік жасаса. Жоқ, біздің жастарымыз ертеңгі елдің үміті екеніне биік сенімді. Олар тәрбиенің бастауы әр адамның бойында болатынына сенеді. Жастарымыз салауатты өмір салтын ұстанады. Діни құндылықтар қоғамда салтанат құрмаған жағдайда, ел ішінде түрлі жағымсыз қылықтар орын алатыны күмәнсіз. Жастарымызды құрдымға тартқан нашақорлық, маскүнемдік, жезөкшелік сияқты құбылыстарды түптеп келгенде осының салдары: үйлене салып ажырасулар, тастанды балалар. Неге үндемейсің, әке? Жетімдер үйіндегі көзі мөлдіреген бүлдіршіндер мен санасыз ұрпақтан үмітін үзген қарттар үйіне қамалған қасіретті қариялар. Бәрі де осы рухани таяздықтан. 2010 жылы Қазақстанда 146.443 отбасы құрылып, 41.617 жұп ажырасқан. Яғни көтерілген әрбір үш шаңырақтың біреуі ажырасумен аяқталады. 2011 жылдың 1 қаңтарында Қазақстан Республикасында 200 мыңнан астам маскүнем және 50 мың нашақор тіркелсе, оның 55%-ы 30 жасқа дейінгі жастар мен балалар. 14 жасқа дейінгі маскүнемдердің саны 1000-нан асады. Қазақстанда ресми мәлімет бойынша жылына 200 мыңнан астам әйел түсік жасатады. Ал жасырын түрде жасататындардың саны одан да көп. Өкінішке қарай Қазақстандағы жетім балалардың саны 46 мыңнан асады. 100-ден аса балалар үйі жұмыс істейді. Ұлтты қалыптастыруда ең үлкен жетекші күш дін, иман, адам болмысы және тіл екендігі ежелден дәйектеліп келе жатқан ақиқат. Дін ұғымы 18 мың ғаламды жаратушы Алла тағаланың жаратылғандардың төресі, биік санамен ерекше ұғыну, сезіну қабілеттеріне ие адамның қоғамдық ортадағы тіршілік әрекеттері, түйсікті таным, көзқарастарының қалыптастыруына әсер етуі барысында пайда болып, адамзаттың рухани өміріне өзек болатын дүние. Дінсіз қоғам құрдымға бет алған көшті дүниеден көшіп, өмірі өшіп, сағымға айнала беретін ұғынылады. Сонымен қатар, тарихи әлеуметтік ортада орын тепкен ортақ тарих халықтың ортақ тағдыры. Ұлтымыздың тұтастығы берік болсын десек, дін бірлігін, тіл бірлігін, тарих, жер, отан сүйгіштік сезімін сақтап қалуымыз керек. Аллаху Экбар, Аллаху Экбар. Ежелден ақ ақиқат шуағына бөленіп, ислам дінін берік ұстанған ата-бабамыздың асыл аманаттары бүгінге дейін қилы кезеңдер арқылы жетті. Діні мен ділін бір-бірінен ажыратпай, үйлестіре білген қазақ халқының тұрмыс салты, болмыс бітімі, дүние танымы мен ұлттық ұстанымдарының бәрі де асыл дініміз исламмен ұштасып, біте қайнасып кеткен еді. Ардақты пайғамбарымыздың, оның сахабаларының Алла жолындағы тынымсыз еңбектерінің, терлеген маңдайларының, тозған табандарының арқасында төрткүл дүниеге тараған ақиқат бастауы қазақтың қасиетті даласына да ерте жетті. Көп кешікпей бұл ұлы даланың ұрпақтары ислам әлемінің одан кейінгі дамуына тікелей әсер ете бастады. Қазақ жері ислам ғылымы мен мәдениетінің ошақтарының біріне айналды. Момын жұртымыздың кең байтақ даласында адамзаттың алып діңгектеріне айналған небір тұлғалар өмірге келді. Әбу Насыр әл-Фараби, Қауамиддин Амир-Катиб әт-Туркестани әл-Итхани, Хибатулла әт-Тарази, Хусамиддин Сығанақи,
Мұхаммед Хайдар Дулати сынды ғалымдар бүкіл адамзат дамуының көшбасшыларына айналса, Қожа Ахмет Яссауиди әулиелері ұлы даланың ұлағатты ұстазына айналып, ислам жалауының жаңа биіктен желбіретті. Ислам дінін бойына сіңіре білген халық 20 ғасырға дейін ұлттығымен қатар діни құндылықтарын адал сақтап келді. Дана халықтың дара тұлғалары Абай мен Ыбырай, Шәкәрім мен Мәшһүр Жүсіптердің бәрі сол Кәусар бұлақтан сусындаған саңлақтар еді. Өкінішке қарай талай жұрттың тағдырын тауқыметке айналдырған қанды революция қазақ даласында айналып өтпеді. Дінсіздікті дінге қылып ұстаған ұстара саясаттың кері әсері аз болған жоқ. Мешіттер қиратылып, қасиетті Құран кітаптары өртелді. Ұлттың ұлылары мен дін ғұламалары қудаланды. Алайда жүректегі иман алауына су құйылса да, сан ғасырлар бойы бүкіл халықтың жан дүниесіне әбден сіңген исламның шоғы сөнген жоқ. Еш уақытта сөнбек емес. Сол шоқ тәуелсіздік самалымен қайта тұтанды. Аллаға шүкір, егемендігімізбен қатар ел руханиятының еңсесі де көтеріле бастады. Қаңырап бос қалған санаулы құлшылық үйлеріндегі 5-6 қарияның орнын бүгінде мешіттерінің ауласына сыймай асып-тасып төгілген жастар басты. Тәуелсіздік таң атқанда 70-ге жетпеген мешіт саны бүгінде 2000-нан асты. Сол мешіттерден күніне 5 рет азанның үні жаңғыруда. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы дінге жанашыр азаматтарды ұйымдастыра отырып, республика бойынша 10 медресе ашып, ел қызметіне ұсынды. Ислам діні кең етек жайып, сәждеге бас қойғандар күннен күнге көбеюде. Рамазан айында ораза ұстаған жандардың қатары артып, қажыларымыздың саны жыл санап өсуде. Жылдан жылға діни мерекелеріміз бен қасиетті түндеріміз кеңінен аталып өтілуде. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ғасырға жуық уақыт ислам құндылықтарынан қол үзіп қалған халқымыздың рухани дүниесін байытуға өз үлесін қосып келеді. Алайда ата-бабамыздан аманат болып жеткен дәстүрлі дінімізді ел санасына қайта сіңіру жолындағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына жүктелген қасиетті қызмет әлі де қолдауға мұқтаж. Кеңес өкіметінен кейінгі елдің діни сауатының төмендігі мен рухани аштығын өз мүддесіне пайдаланып жүрген топтар қаншама. Қомақты қаржыландыру көздерінен есепсіз қолдау алған өзге дін өкілдерінің миссионерлері ел арасында алшаң басып, талай апайтөс жігіттеріміз бен қарагөз қандастарымызды шатастырып, шырмауларына түсіріп жатыр. Бұл қазір қасіретті жағдай. Кейбір мысық тілеу миссионерлердің бір ғана кітабы қазақ жерінде 1 миллион данамен басылған. Мұндай құбылыстарға төтеп беретін жалғыз жол асыл дініміз исламды. Дәстүрлі дінімізді кеңінен насихаттап, ел санасына дұрыс ақпаратты көбірек сіңіріп, бөтен, шала, теріс идеологиядан сақтап қалу. Ата-бабамыздың найзаның ұшымен, білектің күшімен, иманның рухымен қорғап қалып, бізге аманат етіп қалдырған осынау кең байтақ жерді, жүрегіне иман ұялаған, саналы да салиқалы ұрпақ қана сақтап қала алады. Сондай ұрпақ тәрбиелеуге сіз де үлес қосып, еліміздің кемел келешегіне қызмет етіңіз. Ойынның терең түбінен қаяқын маржан сүзбеген, өмірдің басы даңғыл жол, өмірдің соңы құз деген.